Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді Конфес Теміртау парақшасының жазылушылары. Сіздермен бірге кезекті тікелей эфирде жүздесіп отырғанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз тәрбие тал бесіктен басталады. Атам қазақта әке көрген оқ-жонар, шеше көрген томпішер деген даналы сөз бар. Жалпы философия деген ғылым қазаққа кейінді келген, мынау өткен ғасырдағы кеңестік ғалымдар алып келген ғылымның түрі деп оқытылады. Шын мәнісінде қазақтың кез келген сөзін, мақалын алып қарасаңыз, тұнып тұрған философия дала тағылымын көруге болады. Осы бір тағылымды мақалдардың бірі бұл тәрбие тал бесіктен басталады деген сөз. Яғни адамның қандай болмағы, ер жетіп өскен соң қоғамға пайдалы, айналасына сыйлы тұлға болып ер жете ме, жоқ әлде ас ішіп аяқ босататын көптің бірі бола ма? Бұның барлығы баланың анау бесікте жатқан кезінде берілетін тәрбиеден, сол кезде айтылатын бесік жыры мен ер жете ата әженің бауырында жатып еститін ертегілерден алатын тағылымдамадан басталады екен. Атам қазақта ұл жарытып ас бермес, әке өнекесін көрмесе, қыз ақылды ескермес, ана үлгісін көрмесе деген даналық сөзі бар. Бұл да болса баланың ерте жастан бастап тәлім тәрбие алуы тиіс екенін көрсетеді. Мен жастарға сенемін деп кейінгі буынға ерекше үміт артып кеткен алаш арысы, ардақты ақынымыз Мағжан Жұмабаев өзінің педагогика деген ғылымын еңбегін жазады. Осы педагогика кітабында бір ерекше дүниеге тоқталған, бұл бала тәрбиесі. Яғни баланы тәрбиелеудің ерте кезеңдерінен бастап мектепке барғанға дейін және азамат болып қатарға қосылғанға дейінгі кезеңін қамтиды. Баланың тәрбиесіне тек қана мектеп, тек қана ата-ана немесе айналасы ғана емес, барлық қоғам жауапты. Әрине бірінші кезекте жауапкершілік жүгі ата-ананың мойнына жүктеледі. Егер әке өзінің өнегесін көрсете білсе, азаматтық болмысын аңғартса, анасы үйдің тірлігін істей жүріп, адалдықты, мейірбандықты көрсете білсе, атасы мен әжесі, бауырлары, туыс-туғандықтың қадір-қасиетін ұғындыра алса, ол баланың келешегі жаман болмайды. Ал мектеп бірінші кезекте бұл білім ошағы. Бірақ мектепте тек қана білім ғана беріліп қоймай, сонымен қатар тәрбиесіне де ерекше мән беріледі. Бірақ біреудің баласын біреу тәрбиелей ала ма? Мұғалім әрине тәлім тәрбие береді, ақыл өнеге көрсетеді. Бірақ сол мектепте үйреніп келген дүниені отбасында, қара шаңырақ ошақтың басында, ақ дастарханның үстінде бекіте түсу керек. Атам қазақтың тәрбие тал бесіктен басталады деген қастерлі сөзінің бір мағынасы осы. Жалпы бүгінгі қоғамға қарап отырып көп нәрсені аңғаруға болады. Бұл бірінші ер балалардың тәрбиесінің босаңдып бара жатқаны. Енді әлеуметтік желіні ақтарсаңыз, не бір сұмдық жағдайларды көресіз. Жаға ұстатарлық жаңалықтардан көз сүрінеді. Бүгінде бір осындай жағдай болды. Бір спорт саласында ұзақ жылдан бері бапкер болып келе жатқан азаматпен аз-маз сұхбат құрып қалдық. Сол кезде де айтып қалды, бұнау ерте кездегі балаларда, ер балаларда ер мінез болады. Бірақ кейінгі кездерде ол балалардың өзі де нәзіктеніп өзгеріп бара жатқан сияқты дейді да, бұл қорқыныш. Ер баланың ер мінезді болып ер жетуі, бұл ата-ананың қоршаған ортасының, айналасының ықпалы. Жақсы бір сөз бар, балаңды аясаң аяма дейді. Бұл баланы ұрып соғу, күн көрсетпей қудалау деген мағынаны білдірмейді әсте. Егер балаңызға жаныңыз ашса, оған қатаң талап қоя білу керек. Бұл бірінші кезекте өзіне жауапкершілік ала білуді үйрету, сабағын оқуды, артын жинап жүруді, өзгелерге көмек көрсетуді, жалпы еңбекке араласуды. Еңбекке ерте жастан араласқан адамның жаман болғанын көргеніміз жоқ. Біздің ауылда 80-нен асып 90-ға жақындап қалған ақсақал бар.
1937 жылы дүниеге келген. Өткенде тыл еңбеккері деген куәлігін көріп таң қалдым. Сосын айтамын, ата, соғыс басталғанда 4-5 жастағы баласыз қайдағы тыл еңбеккерісіз? Әлде тамыр таныстықтың арқасында куәлік жасатып алдыңыз ба деп әзілдедім ғой. Сөйтсем айтады да, балам-ау деп, 4 жасымда бұқаға мініп егін оруға қатыстым ғой дейді, жер жырттым ғой дейді. Одан қалса қазіргіндей комбайн жоқ, техника жоқ, масақ теру жұмысына да бел шешіп кірістік. Бірақ содан жаман болғанымыз жоқ дейді. Сол 4 жасымда қалай еңбекке араластым, әлі күнге дейін қолымнан келгенінше шаруа істеуге тырысамын дейді. Өйткені ер азаматтың қарап отырғаны жарамайтын қылық. Міне, тәрбие тал бесіктен басталады деген ұғымның бір парасы осында. Бала неғұрлым еңбекке ерте жастан араласса, өзіне жауапкершілік ала білуді, өзінің әрбір ісіне, айтқан сөзіне жауап бере алып, соны жүк қылып арқалай білсе, бұл нағыз тәрбиенің бастауы осында. Ал ардақты ағайын, келесі сұхбатта кездескенше аман саулық болайық.